киіп аласың да далаға шығасың да, бірақ дұға оқымайсың, соны аяқтауын жасың. Таң намаздың алдында дәрет алғанда протезді шешу міндетті ма дейді. Қандай протез? Ауыздағы ма? Ауыздағын шешу міндетті емес. Басқа қандай протез бар? Аяқтың протезі болса, аяққа жетпейді ол. Протез жумайсың ғой. Пайдаға жарамсыз болып тұрған бесікті не істеуге болады? Біреуге беру керек. Ол эксқа салып қоясың, тегін берем деп. Егер вообще ешкім алмаса, онда өзінің сөгілетін жерлеріне сөгіп, бесік күйінде лақтырмай, жақсы емес. Біздің салтымызға сәл келмейді. Айттық, жақсы көрген адамды, яғни қызды жүректен қалай жіберсе болады дейді. Енді халал, сауапты амалдарды көбейтсең, ондай нәрселер өз кетеді. Қызым реанимацияда жатыр. Қалай дұрыс жасауға болады дейді. Алла жеңілдік берсін, аман есен оралсын. Намазға тұрыңыз, намазға дұға қылыңыз. Ата-анамыз намазға қарсылау болса не істейміз? 22 дейміз дейді. Енді сен көрсетіп, айғайлап, азан айтпа, көрсетіп, ерегісіп ал, не істейсің алмаған деп. Олай істемес, оқы. Намаз оқыған сайын мейірімді бол. Намаз оқыған сайын сол ата-анаңызға жақсы қараңыз. Бізде намаз оқыған сайын түрің бұзылып, әке-шешені жек көріп, олардың сөзін аузын жаптырып, сөйлеткізбей бір сөзін шығармай, қылқындырып, намаз оқытама не саған? Бұны бұзылды дейді баламыз. Сен жақсы болсашы, намаз оқыған сайын адам төселу керек. Басыңды жерге ұрудағы мақсат не? Тәкаппарлығыңды сындыру, өзіңді төмен алу, құтырмау, Құдайдың алдында авторитетің намазбен жүрмейді, оразамен жүрмейді. Осы нәрсені өзгеру. Аузыңдағы сөз, ең жаман адам кім, білесіз ба? Намаз оқитын адам мен оқымайтын адам емес. Ең жаман адамның аузы жаман болады. Намазханның аузы жақсы болу керек. Міне сол дін болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ауызбен күресуді шақырған. Ата бабаң 10 бәленің 9-ы тілден деген. Міне осымен күрес. Сонда сенің намазыңа ешкім қарсы болмайды. Сіз намаз оқыған сайын түрің бұзылып, халал ма, анаған тиісіп, мынаған тиісіп, ананы тістеп, мынаны мұқып, ананы кәпір деп көріп, ананы дұшпан көріп, сол ма сонда? Өлген адамның киімін өртеуге бола ма? Ешкім кимейді ғой оны дейді. Кимесе, көрінген жерде трәпке болып жатқанша өртейсіз. Нұрлан аға, соңғы кезде жол болмай жатыр. Тапқан табыстың берекесі болмай жатыр. Қандай дұға оқысам болады дейді. Мен қазір дұғаны арабша айтсам, сіз оны жатай алмайсың ғой бәрібір. Біріншіден, екіншіден, береке дұғамен кірмейді ғой. Бірінші берекені кіргізудің істерін қарап көрмейсіз ба? Сіз қандай дұға оқыңыз, мейлі арабский, мейлі японский, мейлі качественный, некачественный дұға оқысаң да, істеген ісің жаман болса, қандай дұға жәрдем береді сізге? Аузыңдағы сөзің боғауыз өтірікпен өсекке толы болса, қиянетпенен зұлымға ісің былыққан болса, қайдағы дұға жүреді? Мына дұға сұраған адам бірінші өзіңізге қарасаңызшы, мен не істеп жүрмін деп. Дұға деген субханалла, машалла деп тәсіп тарту емес. Дұға деген істің мәніне бару, мен не істеп жүрмін де. Аузыңдағы сөзіңе қара.
Не істеп жүрмін деп. Дұғаның түр-түрін оқы. Алаяқ болсаң, мошенник болсаң, қиянат жасасаң, біреудің ақысын жесең, үйдегі балаларға қиянат жасасаң, әйеліңді боқтасаң, шешеңе қарамасаң, дұға қандай дұға саған жүреді, айтшы? Қандай дұға болу керек саған? Дұға жүрмейді. Одан кейін дұғаның қабыл болмауының, береке болмауының, ырыстың келмеуінің себебі күнәда. Күнә істеп атқанда, күнәдан тыйылмағандықта, дұғада емес проблема. Неге дұғаға құмар болып кеттік біз? Күнәдан тыйылмай тұрып. Күнәдан тыйыл, жақсылығыңды көбейт, береке өзі келеді саған. Берекені іздеп жүгірмей-ақ қой, береке қайдасың деп. Егер сен ағайындықты айтамыз, ағайындықта береке бар деп. Сен ағайындыққа жүгірсең, сенен береке бәрібір келмейді. Неге? Өйткені сен жауап күтесің. Ағайына, мен бұларына жақсылық жасадым, бұлар маған оңбаған, бұлардың қолында бар, маған бермейді, анау байып кетті, маған жақсылық жасамайды дейді. Неге? Өйткені сен адамнан үміт етіп отырсың. Алладан үміт етіп неге болмайды? Өйткені күнәдан тыйылмайсың тағы да. Мәселе осы жерден келіп шығады. Дұғаны оқып жатырмын, мына дұғаны оқып жатырмын, бермей жатыр Құдай. Қалай береді саған? Айтшы, күнәменен жолыңды тосып, күнәңменен ризықтың жолын кесіп жатсың өзің. Болды. Істі осы да. Дұға жасамай-ақ адам байып кете алады. Қалай? Істіңді реттесең болды. Алла сол ісіңде дұға бар екен көреді. Ибрахим пайғамбарды отқа лақтырғанда, ол өлейін деп тұр. Сол кезде Құдайдан дұға қылды ма? Жоқ. Алла тағала өзің білесің деді. Істің түзеледі де, болды, Аллаға табыстап қойды. Міне тәуәккәл, уәкәлә қылды, Құдайды өкіл қылды. Жебірейіл періште келді. Жәрдем берейін бе, пайғамбар, братан, жәрдем берейін бе деді. Жоқ, сенен керегі жоқ деді. Міне иман. Өйткені Алланың бұйырғанын орындап тұр, біреуге қиянат қылмай тұр, болды, Алла мені өзі қорғап алады деді. А сен Құдайға жалынып жатсың, шығып аласың да, 15 минут бүйтесің, жарты сағат жылап тұрып дұға қылып жатсың. Шыққаннан кейін қайтадан мошенник күнәні істейсің, оңбағансың, біреуді жамандайсың, біреуді. Қандай дұға өтеді саған? Қандай дұға өтеді? Абай атамыз осының екінші қиясын шығарып береді. Балаңның дұғасы аруаққа жетпейді дейді. Егер сен оңбаған болсаң, сен жаман болсаң, қай балаң дұғасы саған келеді, айтшы ал. Қай балаңның асы, қай балаңның шарапаты саған келеді? Ас бергеннен кем болып отқан жоқпыз. Ас пен той мына жағымыздан шықты. Неге болмай жатыр бәрі? Өйткені істен. Мәселе осыда. Осыған қатты мән беріңіздер. О тұрып алып, ананы ілмектеп, аңдығаның сөз, бәле, біреудің өмірі нең бар өзі? Ана Нұрлан имам бүйтіп айтты, ана сөйтіп айтты, ана сөйтіп айтты, ана қатты мәжілісті, ана бүйтті, ана сөйтті, ана деді, осындай бәрін жинап алып, көшіріп, ссылка жіберіп, ана бүйтіп айтты. Қашан адам боласың сен? Не керек бар саған? Ана байға тиіпті, ана ажырасыпты, ана үш қатын хиджабын шешіпті, ана бүйтті. Не керегі бар саған? Керегі жоқ. Жарамсыз баланың киімдерін тасылауға болмайды дейді. Қанша не істейсің оны? Мұсыр болады, сен тастамасаң кейін келінің тастайды. Келінің болмаса кейін үйдің бәрі мұсыр болады ғой. Жинай бересіңдер ма? Мұсырдың не керегі бар? Кимейсің ба? Бер. Алмайма ешкім. Таста. Іздеп таппадың, ешкім алмай жатыр. Мысалы, сарғайып кеткен киіміңді кім киеді? Жағасы мына жерге келген Сталин киген киім көйлегін кім киеді? Кимейді ешкім оны. Ол әр нәрсе заманда. Жаман ой келеді кейде, қалай құтыламыз? Жақсы ой ойлайсың. Жақсы ойды құя бересің құтыңа, жаманшылық өзі кете береді. Жаманшылықпен алыспайсың. Өзі 40 парыз бар, мұсылманға тиесілі. 40 парыздың ішінде екеуі бар. Әмір мағруф дейді арабша, нахи мүнкар дейді. Міне осы жерде философия тұрады. Әмір мағруф деп бірінші тұр, жақсылыққа шақыру деген сөз. Екінші жамандықтан қайтару. Қараңызшы, бірінші жамандықтан қайтар демейді, нахи мүнкар демейді. Бірінші әмір мағруф қыл дейді, жақсылыққа шақыр дейді. Өзіңді шақыр, өзің жақсылығымен күресе бер, жаманшылықты соңын өз кетеді. Міне осы жерден философия шығады. А біз жаманшылығымызбен күресе берсек, жақсылықты көрмей қалады екенбіз. Екі баламызға да бесік той, тұсау кесе жасамадық дейді.
Жасы 2 жас 1 айда дейді. Үлкендер қоймай жатыр, той жасамадыңдар деп. Қарызға жасағымыз жоқ. Міндет па бесік той? Жоқ, міндет емес. Қарыз бізде. Қарыз біз десең ешкім айтпайды. Өз қарызбын десең, ақша жоқ десең болды. Ақша жоқ деп айт. Сендер де бүйтіп мақтана бересіңдер де, наверное, көлік киіп. Соң байып кеткенде ойлайды. Ақша жоқ деп, түріңді бүйтсең, ақша жоқ деп үйреніп ал. Жігіттер тиіспас сәждеден тұрған нәрсені 1 ракат дейді. Яғни тұрдыңыз, еңкейдіңіз, руку деп айтылады. 2 рет сәжде қылғаныңыз сол 1 ракат болды. Мен түшіме сықырлар керіп жүр. Сырқыр. Емне себеп? Сыйқыр бұ? Емне? Ларды елемем тип ортасына дефис қойыпсың да, білбей атам. Жақсы елет атына қағып жазып қойсаңыз, оқып әлі айтып берем. Біз жолдасым менен 20 жыл ажырасып жүредік. Енді қазір бірге жасап жатырмыз. Енді қайта никке оқыту керек па? Әңгіме қалай ажырастыңыздар сөз жерде. Талағын беріп кеткен болса, онда кетті. 20 жылдан рөл ойнамайды. Бұл жерде неке. Исламда неке қидырудың маңызы қандай? Фарс. Енді ән-никаху сунна деп келеді. Енді пайғамбар менің сүннетім деп, жолым деп, енді ол сүннетке түсіп қалады деген сөз емес, парыз. Еркек пен әйелдің ортасында неке болу парыз. Неге шақырмайды деген өкініш кетпейді менде дейді. Дұрыс. Өйткен сен адамға талап етіп атсың. Сен адам емес, Құдайды ойласаң, аруақты ойласаң, онда сені көрмей болмайды. Значит, сенің ниетің солда, сені шақыру керек, персонально айту керек саған. Аруаққа шақырама не? Жоқ, сен атаң қазақ шақырмаған. Біреу өліп қапты, біреу ас болыпты, біреу біресе барып жәрдем берген еліміз біз. Бізде қазір шақыру керек. Жоғары мәртебелі де пригласительне. Сені шақырса, сенің байың ол ренжейді. Мен отдельно шақыру керек. Сенің күйеуің болса, менің әкеме келімін, мен отдельно шақыру керек. Значит, сенде не бар? Уже өткөру бар. Өзің орныңды белгілегің келеді. Сен орның не үшін белгілегің келеді? Сен дәлелдегің келеді. Неге дәлелдегің келеді? Өйткені сен үміт етесің. Сонда сен кімнен үміт етіп жатсың? Адамдардан. Алладан үміт ет. Сауабы соған болды. Үміт оңай болады. Мен оны бағана айтып кеттім сізге. Ажырасқанның күйеуім талақ деп айтпаған, айту міндет пе дейді, әлбетте, айту керек. Семья неке бұзылу керек қой. 40 күндік асты, 10-15 күн өткізіп алса не болады? Ештеңе болмайды, қайта жақсы болады. Жеткізбей беру керек, немесе өткізіп беру керек. Алла разы болсын. 1 сағат, 2 сағаттың көлемінде кетіп қапты эфиріміз. Біраз адам күтіп отыр екен. Кіре берісте. Алла разы болсын. Алла өміріңізге береке берсін. Осындай жақсылықта болыңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуһу.